Бұл Алтын Орда, яғни Жошы ұлысы, ал мынау Шағатай ұлысы. Ұлы Моңғол империясының бөліну нәтижесінде пайда болған бұл мемлекет 14 ғасырдың 50 жылдары үлкен әлеуметтік және саяси дағдарысқа ұшырады. Ұлыстың батыс бөлігінде бір-біріне бағынбайтын 15 шеккі иеліктер пайда болып, жалпы Мәуереннахр деп аталды. Ал шығыс бөлігінде шамамен 1346 жылы Дулат тайпасының әмірі Болатшы қолдауымен Шағатай әулетінен шыққан Толық Темір жаңа елдің шаңырағын көтеріп хан атанады. Моғолстан мемлекеті Жетісу мен Шығыс Түркістан өлкесінде орналасқан. Моғолстан атауы парсыша моңғолдар жері дегенді білдіреді. Реформаторлық ойларға толы жаңа ханнан бұрынғы Шағатай ұлысының бытыраңқы халқы көпті күтпеді. Дегенмен Дулат, Қаңлы, Керейт, Арғанот, Барын, Арлат, Барлас және өзге түркіленген моңғол тайпаларын бір орталыққа, яғни Алмалық қаласына бағындырды. Алмалықтан бөлек Баласағұн, Тараз, Екіөгіз, Ілебалық сияқты ірі қалалар болған. Толық Темірдің алғашқы бұйрықтарының бірі Шу және Талас өзендерінің алқабындағы Шағатай әулетінің өзара талас тартысының кесірінен жойылып кеткен ежелгі қожалықтарды қалпына келтіру болды. Соның арқасында жартылай отырықшы егіншілік пен көшпелі мал шаруашылығы Моғолстан экономикасының негізін құрған болатын. Мұхаммед Хайдар Дулатидің деректеріне сәйкес, ханның басшылығымен Ыстықкөл маңында жаңа қорғандар мен керуен сарайлар салынған. Аңыз бойынша, күндердің бір күнінде Толық Темір өзінің аң аулайтын алқабында жүрген бөтен бір кісіні кездестіріпті. Ол кісіні алдына шақыртып, аң аулауына кедергі болған себебін сұраған. Өзіні Ашададдин Мәулен атты құдай жолындағы адам ретінде таныстырып, жолай адасқанын түсіндіріп, біреудің иелігіне басып кіргені жайлы білмегенін жеткізеді. Толық Темір дін қызметшісін басын аяғына дейін көз шолып, оның парсылық екенін байқап, парсылықтан ит жақсы деп айтады. Сонда Ашададдин Мәулен, «Иә, егер шынайы дін болмағанда, біз шынында да иттен бетер болар едік» деп жауап берген. Таң қалған Толық Темір, «Ол тағы қандай дін?» деп сұрайды. Сол кезден бастап жаңа танысының ықпалымен ислам іліміне көңіл аударған. Моғолстанның ресми діні ислам атанып, бір күнде 150 мыңнан астам адам шаштарын алып, мұсылмандыққа келген деседі. Алайда бұл аңыз қаншалықты шындыққа жанасады? Постимпериялық Орта Азия. Әлеуметтік ықпалы зор екі ірі элитарлық топ бір-біріне билік үшін соғыс ашады. Бірінші топ ислам дінбасылары. Алғашында Ұлы Моңғол империясының оңтүстік-батысында көпшілікті құрап, кейіннен Орта Азияға қарай бет бұрған. Ал екінші топ ата-бабаларының сенімімен өмір сүрген тәңіршіл көшпенділер. Алтын Орда ханы өзбектің тұсында үлкен күшке ие болған мұсылмандар тәңіршілдерді көп өлкелерде қуғын сүргінге ұшыратқан. Бұл әлеуметтік өзгерістер көп ұзамай Жошы ұлысының шекарасынан асып, Шағатай әулетінің жеріне де келіп жетеді. Мүмкін саяси тұрғыда ислам дінбасыларымен одақ құру пайдалырақ екенін түсінген Толық Темір осындай шешімге келген болар. Кейбір деректер бойынша, ханның ислам дінін қабылдауын естіген Моғолстан әмірлері де артынша өздеріне жат болған дінді қабылдаған. Алайда қарапайым халықтың мұсылмандыққа өтуі өте баяу болды. Толық Темірдің тақтағы басты мақсаты Шағатай ұлысын біріктіру болатын. 1360 жылы Мәуереннахрды жаулап алып, ақыры Моғолстан мен Мәуереннахр билеушісі атанды. Ол шамамен 1362 жылы дүниеден озып, өзімен бірге ұлыста орнаған тыныштықты да алып кетеді. Дәл сол жылы Әмір Темір әскері Моғолстанға басып кіріп, Мәуереннахрды жаулап алып, елге бітпейтін өзара тартыс қарғысын қайтарады. 15 ғасырдың басында Моғолстандағы саяси дағдарыс барысында билік үшін талас өршіді. Ал елдің солтүстік шығысында ойраттардың сансыз шабуылдарының кесірінен Астана мәртебесі Ілебалыққа өткен. 1428-1429 жылдары ағайынды Есенбұға мен Жүніс сұлтандарды жақтаған екі қарсылас топ арасындағы қақтығыстан Есенбұға бастаған ақсүйектер жеңіспен шығады. Өкінішке орай елде жаңа ханның тағайындалуы ештеңе шешкен жоқ. Сондықтан Өзбек хандығынан бөлініп, Моғолстан жеріне көшкен Керей мен Жәнібек сұлтандармен одақ құру мақсатында оларға Қозыбасы жерін тарту етеді. Сол кезеңде Есенбұға қайтыс болып, таққа оның ұлы Дос Мұхаммед келеді. Моғолстан мемлекетінің тарихы 15 ғасырдың соңына қарай еш өзгеріссіз, яғни таусылмайтын өзара талас тартыс кесірінен аяқталған. Халқының көп бөлігі Жетісуда қалып, Қазақ хандығының құрамына кіріп, қалғаны қазіргі Қырғызстан жерінде бекітілді.